1817 жыл көктем. Бейсенбі ауылы қазіргі Қаба ауданына қарасты Қостай Талдысы деп аталатын қоныста отырған еді. Рулық қақтығыстың жолын қуып, жүздерін суыққа бұрған бөгде рудың бұлаңшы тобы талтүс кезінде қанаттас отырған дәрігер Байкісі ауылының бір топ түйесін ауыл адамдарының қарсылығына қарамай алдына сап айдап жөнеледі. Ауылдағы балашаға бұлаңшы деп ұлардай шулады. Әсіресе малмен көз ашып, малды жанының тірегеткен ауылдағы аналар зар иледі. Аналардың «Ойбай құрыдық, күнге қара болыдық, жұртта қалып құрыдық, бұл не сұмдық, бұл не басынғандық, бізден ұл тумап беді» деген зар-заласы таутасты жаңғыртты. Ауылдан Дөненбай шаңырағында шайқалтты. Ер жүрек Дөненбай мына қорлыққа шыдамай, атына дереу ер салды. Қатарласа отырған ауыл азаматтарын аттанысқа келтіріп, бұлаңшылардың өкше ізіне түсті. Бұлаңшылар жер түбіне барса да қуып жетіп, түйелерді қайтарып әкелмек. Осы мақсат тілек мінген атына қамшы бастырды. Бұлаңшыларды састырды. Тебінге терге кәміліп, тұлпар талыққан кезде басқалардан бұрын жеткен Дөненбай түйе бұлаушыларымен жалғыз айқасты. Апыр-топыр айқаста бұлаңшылардың алтау аттан құлап, қалған екеуі қаша соғысты. Сойыл жетпес аралықтан Дөненбайға зуылдатып садақ жебесін жұмсады. Дөненбай сауыт саймансыз от кеуделі жүрегін садақ оқына тосып, сол майданда жан үзді.